бұрын соңды естіген де жоқпын, көрген де жоқпын майды күйдіріп істейтінін. Күндіз шыбын болады да, содан түнде жайып кеп тұрып сұрлап қоямыз. Қанша қойыңыз бар? Қойымыз 950 қойымыз бар, Құдай қаласа. Осы жерде сет жақсы дейді ме? Осы жерде жақсы ұстайды, бір точкамыз бар сол жерде. Ата бабамыздың ата қоныстары. Мына жон қырқын болып жатыр, мына Құдай қаласа асар қылып ағайындармен. Сонау Қазақстаннан бауырым келді ғой деп ағаларымыз қой сойып жатыр. Тамағымыз дайын, Құдай қаласа. Жеңге, демалсаңызшы. Қашан демаласыз? Уақыт жоқ бізде. Армаңыз қайнаға. Бізде осылай сәлем салады қайнағаларға, үлкендерге, абысындарға, енелерге, аталарға. Кезінде осындай жайлауда өскен көрермендер болса, өткенін еске алып, қазір бір көздеріне жас алып отырған шығар. Ассалаумағалейкум достар, мен Өзбекстандамын. Бұл Сүрен ата деген жайлау. Мына жақта мекендеген барлығы қазақ ауылдары. Көріп тұрсаңыздар, табиғат деген өте керемет. Ауа райы, мына құстардың дауысы бәрі үндесіп тұр. Көп айтады, Өзбекстандағы қазақтар егіншілікпен, диқаншылықпен ғана айналысады дейді. Бірақ шын мәнінде олар мал шаруашылығымен де айналысады. Көрейік, бұл жақтағы қазақтар қалай өмір сүреді екен. Бұл сиырдың сүтін пісіріп, қатық үйітіп, енді май пісіп жатырмын, айран қылып. Қалысында, жаңа сүтті құясыз осы шайқай Жоқ, сүт емес, Айранды құйып. қазанға пісіріп алып үйітамын. Айран болып үйғаннан кейін осыған салып пісемін. Май шығады кейін, сары май болады. Жаңағы сүтімізден сүзбе, айранды. Ана піседі ғой, қайнатып осыға құйып, сүзбе болады. Сосын бұны жайып, құрт болады. Ана құрттан асыңдар да құртты. Дәрібан шөптерді жеген малдардан осындай әдемі. Міне. Жеңге мен қолыңыз алтын екен. Тура мен нандай құртты мен же көрмеген ғой. Тура шіркінай. Мен ойлағам қатты қышқыл бола ма деп. Жоқ, кәдімгі тәп-тәтті ғана құрт. Машинаны завод қылып жатырмын. Қазақтың әдебі бойынша бауырларымыз қолымызға су құйып жатыр. Ой. Салт дәстүр, мәдениет бәрі сақталған көрдіңіздер ғой, тілі қалай таза қазақша жақсы сөйлеп тұр. Кезінде осындай жайлауда өскен көрермендер болса, өткенін еске алып, қазір бір көздеріне жас алып отырған шығар. Сол сәтті сағынып. Ата бабамыздың ата қоныстары, мына Омырзақ атамыздың ұрпағымыз әзір. Солардың фермерлік, осы мал шаруашылығымен шұғылданып келеміз. Сол жұмысымыз осы шаруашылық, жылқы, қымыз, қара мал, май, қой дегендей. Бала шағамызды осымен асыраймыз, осымен тірлік істейміз. Бұрын соңды естіген де жоқпын, көрген де жоқпын майды күйдіріп істейтінін. Мысалы, мына май, бұл кәдімгі біздің күнделікті көріп жүрген майымыз, табиғи май, қысқа мерзімге сақтауға, енді тез жеп қоятын, жерініп кететін май. Ал майды ұзақ мерзімде сақтау үшін, мына жақтағы қазақтарымыз осылай күйдіреді екен. Және оны сырлы ыдыста сақтайды екен. Ішіне бал араластырыпты мына майдың. Ей! Күніне қанша сиыр сауасыз? Күнне 2 сиыр сауам, азанда 2 сиыр, кешке 2 сиыр. Соны пісіріп, құрт майымызды істейміз қысқа. Қанша бие сауасыз? Құдай қаласа қазір 10 бие сауып жатырмын. Тағы да 1-2 бар қосылатын, әлі құлындары жаста олардың, сәл 1 айдан кейін қосамыз. Азынан кешке шейін 5-6 рет сауып аламыз биені. Со ем қойғанда бәрі. Қара деп айқайлауым керек қой мен. Ауырып қалсаңыздар, дәрі-дәрмек қалай болады сол? Полный аптекамен жүреміз. Первый помощь. Рәжі барынша ауырмауға әрекет қыламыз. Дұрыс. Ал күтім жағынан ше. Мысалы енді әйел адамдар бет күтімі, қол күтімі деп жатады. Онда ештеңе істемеймін. Оған қарауға да уақытым болмайды мен кешке шейін. Азанда тұрамын, беті қолым жуам, сиыр сауам, содан басталады жұмысым кешке дейін. Қыдыруға ше.
Енді зәрлі болып қалса барамыз сезон уақытында. Зәрлі болмаса қоя саламыз. Сезонда жұмыс істеу керек. Бұл енді қазіргі отырып тұрған жеріміз көктемгі жайлау, ары қарай дәлше жаз жайлауға да енді кетуге әрекет жасап тұрмыз. 300-інде қазақтары бар, улы жүз, орта жүздер, кіші жүздер бәрі де бар. Бұл жер аралас жайғасқан жер. Бұл Бостандық ауданы уақытында Қазақстан жер болған. Мына 55-56 жылдары Өзбекстанға берілген бұл жерлер. Айтым ғой, шегір боламыз руымыз деп. Берді бізге шегірмен қапал туғандар бар, қызыл алыспаймыз Өзбекстанда. Енді Қазақстанда алсарды деп естім, анығын білмеймін. Біздің Өзбекстанда бірақ қазақпен шегірмен қапал қызыл алыспайды. Басқа рудан, басқа ауылдан алады. Енді қазақтың дәстүрін түземіз ғой біз анау. Басқа рудан алсамыз, бірақ жаңағы шегірден алыспаймыз. Жолаушыларым, өздеріңіз білесіздер, мен киіз үйлерге, қарапайым үйлерге шоурум жасадым, бірақ мынандай шатырға ешқашан шоурум жасап сіздерге таныстырып көрмеппін. Енді қазір көрейік. Өзбекстандағы қазақтар, жайлаудағы қазақтар қайда тұрады? Бұл шатыр, міне, күннен қуат алатын шам тұр төбеде. Мына жақта дастархан, жер дастархан. Оның ар жағында аккумулятор, қуаттағыш тұр, көбі. Міне мына жерде фонарик бар, май шайқауға арналған, сүзуге, сүт сүзуге арналған жабдықтар. Етті және айтты сыртқа жайып кептіреді екен. Міне осылай. Мына жақта газы бар екен. Түсіруге болмай ма? Көріп қойдым, қай жерде ұйықтайтындарыңызды деп па? Біреулер ойлауы мүмкін, мал бағу осындай оңай жұмыс деп. Расымен бейнеті көп. Мен қандай жерлерде барып жатырмын, Моңғолия болсын, Қырғызстандағы қазақтар болсын, Ресейдегі қазақтар болсын, бәрі осы мал шаруашылығымен айналысады, бірақ бейнеті де көп артында. Және міне жеңгеміз айтып жатыр, таңғы сағат 5-тен тұрам дейді. Міне жігіттер төсек салып берді. Қазір таза ауада демаламыз, ертең таңғы 5-те тұру керек. Сондықтан ертелік жатайық. Сәлеметсіз жеңге, не істеп жатырсыз? Айран қайнатып отырмын. Қандай өзің жақсы демалдың ба? Жақсы демалдым, қазір ерте тұрып алыпсыздар ғой сіздер. Қазірдің өзінде сағат 5:30, не істеп үлгердіңіз? Сиыр саудым, сүт пісірдім. Айран қайнатып отырмын енді. Таңғы сағат 5:30, мен жарты сағат кеш оянып қалыппын. Ал жеңге өзіне осындай дүниелерге үлгеріпті міне. Қазірдің өзінде. Айтпақшы, етті не үшін түнде жаясыздар? Күндіз шыбын болады да, содан түнде жайып кептіріп сұрлап қоямыз. Солай сақтаймыз етті. Шыбындар сонда нешеде оянады? Уже уянды. Жолаушыларым, сіздерге шығарылым ұнап жатыр деген ойдамын. Егер мен қолыма камера ұстап, осылай өзімнің қызығушылығымнан туған жалғыз жолаушы жобасын түсірмегенде, әлемді, ел жерді көріп, жаңа дүниелер мен жаңа адамдармен таныспас едім. Мына камера сізді де ұзаққа апара алады. Алысқа ұзамай-ақ өзіңіздің күнделікті өміріңізді, өнеріңізді, талантыңызды, қызығушылығыңызды, хоббиіңізді камераға түсіріп, оны Boosty сервисіне жариялаңыз. Boosty бұл әженің шайы сияқты. Көңілге майдай жағады. Сіз ерекше авторлық контент жариялайсыз, ал Boostydегі оқырмандар әртүрлі деңгейдегі жазылым не бір реттік донат арқылы алғысын ақшамен жеткізеді. Boostyде контентіңіздің YouTube'да жарияланбаған сәттерімен бөлісуге, немесе енді шығуы тиіс материалыңызды алдын ала жариялауыңызға болады. Жаңадан шығып келе жатқан таланттар үшін бұл ерекше мүмкіндік деп ойлаймын. Boostyдің интерфейсі өте қолайлы. Ақылы жазылымнан бөлек жабық Telegram чаты, тек таңдаулы көрерменге арналған стрим және контент. Мұның барлығы Boosty авторларына арналған. Контент үшін берілген ақшаны кез келген уақытта шеше аласыз. Сервис комиссиясы небәрі 10%. Білесіз бе, Boosty авторлары мен базардағы саудагерлердің қандай ұқсастығы бар? Екеуі де өз өнімін сатады. Төмендегі сілтемеге өтіңіз, Boostyге тіркеліп, тұрақты табысқа ие болыңыз.
үлкен бөрінен салып қойыпсыз ғой. Көп жанаттан о жақсы. Аға, қанша қойыңыз бар? Қойымыз 950 қойымыз бар, Құдай қаласа. Иә, артына жүріп қарап жүреміз. Қарамасақ, кішкене бұл жерде ит құс деген, шиебөр деген нәрсе бар. Қозыларға тиісіп қояды, содан басында жүреміз. Жүрмесек, сонсыз бар. Бұлай қой дейтін, не мынау қамышымыз, бұл қамышын дұрысына ұстамаппыз. Қой дейтін. Шайыңызды салып алдыңыз, Иә, сонда түсте ғана келесіз, болды ма? түсті келем, иә. Кеттіңіз бе осы? Осылай кеттім, олар қызыл жарға дейін барып, қой жайылым майларын, қойларын жайылымына қарап қайтамыз кейін осылай өріске. Қай, Расылым, хабарласып тұр, майлы ма? Жаным сол, мейлі. Әжеңе жақсылап қара, майлы ма? Жақсы, сәлем айтыңыздар. Хоп. Анаммен күні язанда бір сөйлесіп қоям да, хабар алып қалайсыз деп. Осы жерде сет жақсы дей ма? Осы жерде жақсы ұстайды, бір точкамыз бар сол жерде. Басқа жаққа кетсек уже айниды да. Кредит алғанда мен өзім бір машина алып едім, дамасы. Соған кішкене жетпегеннен кейін азырақ кредит алғанбыз. Басқа есие жоқ. Олан бітіп қалды уже. Осы бір ай, 2 айдың ішінде олын бітіреміз уже. Он екіге. 12-ге толасың ба? Иә. Екшелік су ауыр емес пе? Жоқ. Күнделікті міндет осы жұмыста істейміз күнде. Су тасимын, жылқы сауысамын, сиыр сауысамын. Ішкерге сабаны немелан түтетеміз. Ұстау, е? Бір жүрің бірге көреміз. Киготпен осылай ұстап аламыз, сабаны жуып. Кейін мына қорды құямыз. Бұл советский брезент дейді, шатыр. Су өткізбейтін бір жібі қыбы, бір жібі шайы болады да, жібек. Содан тоқылған болады. Су өткізбейді. Сыртынан неге осылай орап жатырсыз? Бұл температура ұстауға. Мына жақтан күн түссе күн ұрмайды, суық болса жаурамайды. Жылы ұстап қымызды қайнатамыз осымен. Тірлік жақсы, таза ауа, таза табиғат. Осы жер өзімізге жағады. Күнделікті істейтін тірлігіміз. Ес білгеннен бері осы тауда жүреміз. Қазақша жақсы сөйлеп тұрсың ғой, тура. Ана қарайсыздар ғой, достар. Интернет, телефон ойнамайтын балалардың тіл байлығы осылай болады енді. Атты енді қойға, жылқыға бәрі екеуінде жұмысы бір. Есекпен отын әп келеміз. Екеуінің тірлігі бір почти. Ауыр жұмысқа саласыңдар есек. Жылқыны осындай жылқы айдап келеміз таңертең тұрып. Кешқұрын айдап тастаймыз. Оларды бағып қыстың күні көкпарға мінеміз. Жеңге, демалсаңызшы. Қашан демаласыз? Уақыт жоқ бізде. Сезонда істеуіміз керек. Кірді олса қолмен жуасыздар? Иә, қолда кір жуамыз. Бұл жерде свет жоқ, газ жоқ, барлығы ошақ. Суды ошаққа ысытамыз. Қолда кір жуамыз. Әкеле қой балам сымыңды. Сым деген шалбар. Шалбар, иә. Өсіп шешіп алып жумасаң, бұларын шешуге де уақыттары жоқ. Аяғыма осындай байлап алам, жерге қоям да бұлай. Содан жұмсақ болу үшін. Бұл да бір лайфхак. Иә. Қаратай сал. Сал. Осы биенің сүті жақсы да көбірек береді. Әкешелекті құямыз. Сал деп біраз күтіп тұрдыңыз салмай. Иә, сөйтіп. Игенше күтіп тұрамыз да. Бола ғой тез-тез. Игенше күтпестен тарта берсең, жиркеніп кетеді де имей қояды. Бір шелек сүт аламыз өстіп. Әбетке дейін осындай болады, әбеттен кейін пасиеді. Түстен кейін. Нан көтеріңдер төгіп қоймасын. Көкеңдерге бер. Айтпақшы сізді апа деп шақырады екен, бала? Иә, апа дейді. Бізде солай. Әкесін тәте дейді.
Анасын апа дейді бізде. О, жаным. Рахмет. Әне көңіл күйді көтеруді біледі. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Асарлап келдіңіздер ма? Уағалейкум ассалам. Сәлем салады екенсіздер ғой, көрсетіңізші қалай сәлем саласыз? Армаңыз қайнаға. Бізде осылай сәлем салады қайнағаларға, үлкендерге, абысындарға, енелерге, аталарға. Қайныларымызбен осылай амандасамыз. Кен кіріңіздер, шай ішіңіздер. Асарға келдік, міне Құда қаласа, мынау қойлардың жүнін алып, ағайын туған бәріміз жиылып келіп отырмыз міне. Жетпіс 80 қырқамыз ғой. Жақсы болған, агар көтерілген бір адам, көтерілген жүн болса 100-ге шейін қырқамыз. Қойдың бойына не үшін қоңырау? Бұл қоңырау негізі тұманды күндер болады, жаңа бұлтты күндер. Сол кезде жаңағы қой қай жерде жүргенін білу үшін жаңа тыңғыр-тыңғыр дауыс береді. Шәкірбек деген ағамыз міне бір қойды сойып жатыр міне Құда қаласа. Бір қойдың етін салып, бір дымдаманы басамыз. Жеңгелеріміз шек қарын тазалап жатыр. Бір лайфхактар бар ма? Мысалы, шек қарынды жылдам тазалаудың, ашудың? Жылдам тазалаудың, ашудың жолын. Осы ғой енді тезірек тазалайсың, ірітіп кетпеу үшін жылы суға салмайсың, оны мұздай суға тезірек салып. Ашып алсын, сыртына шығармай. Сыртына шығармау керек, иә, басты бұл жерде. Сыртына шығармау керек, иә. Сыртына шықсаң, дәм кетпей қалады. Қанша уақытта тазалап бітесіздер? 15 минуттарда бітіп тастаймыз. 15 минутта ма? Кейбіреулер енді осы шек қарын тастай салып жатады, иә, тазалауға ерініп. Ой, дәмділеп тұрып әз тамақ жасайды бұдан. Әдемелеп тұрып. Дәмді ғой негізі қарын деген, иә, шек. Витаминді толып жатқан ғой. Не пісіргелі жатсыз? Құда қаласа қазан кебап қыламыз. Өштерді майдалап қазан кебап жасаймыз. Қазан кебаптың бастамасымен әзір картошканы жақсылап қызартып аламыз. Картошканы алып, етті қауырып, өне кейін қайтадан картошка астына басып, одан кейін көштерді салып, бетіне картошка қылып, сөйтіп тақтап, дымдаймыз кейін. О, міне. Міне тамағымыз дайын, Құда қаласа. Хош. Тамақ дәмді болып ма? Қараңыздар я бір нөмір. Бұл енді тамаша ғой. Жолаушыларым, Өзбекстандағы қазақтардың өмірімен танысып жатырсыздар. Міне жайлауда қазір ағайын туыстың басы бірігіп, мына қойдың қырықтық маусымы болып жатыр. Міне алыстан, сонау Қазақстаннан бауырым келді ғой деп ағаларымыз қой сойып жатыр. Өздеріңіз көрдіңіздер. Міне әзірлеп алдымызға тарту қылып жатыр. Қазір соның дәмін көреміз. Енді төртеу түгел болса төбедегі келеді деген қазақта сөз бар. Бұл ырыс молшылықтың барлығы ағайынның ауыз біршілігінің арқасында деп ойлаймын. Әр қазаққа осындай бірлікті, татулықты, ынтымақты нәсіп етсін Алла. Жалғыз жолаушымен бірге саяхаттаңыздар. Қазір дәмін көріп. Дәмін көремін. Тамақ қара. Өте керемет. Нан бөліп қойдым. Нан бөліп. Дәмі тіл үйрет. Өте жұмсақ еті. Күшті пісіпті. Бізден мынау еттеріміз шірін болады негізі. Дәмді екен. Рахмет. Қазақ қайда болса да қазақ. Ет бар жерде қазақ бар, қазақ бар жерде ет бар. Қымыз бар, айран. Қымыз бар міне. Осылай салт дәстүрін, мәдениетін, тілін
қаймағы бұзылмаған қалпында сақтап отыр екен Өзбекстандағы қазақтарымыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.